Қайырлы күн, құрметті достар, қадірлі ата-аналар, ұстаздар қауымы. Антикор Лайф жобасы аясында біз бүгін тікелей эфир ұйымдастырып отырмыз. Бүгінгі кезекті тақырыбымыз білім беру ұйымдарының педагогтарын аттестаттау деген тақырыпта өтеді. Біздің тікелей эфир 68 мектеп гимназиясының парақшасында жүріп жатыр. Алғашқы сөзді Міржақып Дулатұлы атындағы нөмірі 68-ші мектеп гимназия директоры Күлімбала Істілеуқызына сөз береміз. Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті әріптестер, құрметті ата-аналар. Бүгін сіздермен Адалдық алаңы жобасында Міржақып Дулатұлы атындағы 68-ші мектеп гимназияның 2011 жылы тамыз айында ашылғандығы туралы айта отырып, 2018 жылы бұл мектепке мектеп гимназия статусы берілді, 2020 жылы Міржақып Дулатұлының есімі берілді. Бүгінде бұл 68-ші мектеп гимназия Көктал 2 кенті, Нұр-Сұлтан қаласы, Құсмұрын 2 көшесінде орналасқан. Жер аумағының көлемі 3,5 гектарды көрсетсе, Міржақып Дулатұлы атындағы мектеп гимназия 2 ғимараттан тұрады. Негізгі ғимарат 2011 жылы берілген және 19 жылы арнайы жапсар жай жаңа бастауыш мектепке арналған ғимарат берілді. Осы 2 ғимараттан тұрады. Негізгі ғимараттың жалпы алаңы 20.506 метр квадратты беретін болса, бұл мектепте жобалық қуаты 800 оқушыға арналған. Ал оқу кабинеттері 55 болатын болса, спорт залдың көлемі 552 метр квадрат, кіші спорт залдың көлемі 215 метр квадрат, кітапхана 510 квадрат, асхана 276 орындыққа арналған. Сондай-ақ негізгі ғимаратта робототехника кабинеті, соңғы жылдарда берілген STEM кабинет және химия кабинеті соңғы жылдары берілді. Ал бастауыш сыныптың ғимараты жалпылама 9147 метр квадратты беретін болса, оның жобалық қуаты, яғни 475 оқушыға арналған. Оқу кабинеттерінің саны 19, спорт залдың көлемі 523 метр квадрат, асхана 180 орындыққа арналған. Сондай-ақ ол жерде де арнайы мәжіліс залы бар, 140 квадрат метрді беретін. Сонымен бірге бастауыш сынып ғимаратында арнайы инклюзивті білім беру мақсатында 2017 жылы 5 қазан күні Самұрық қазынаның әлеуметтік жобаларды дамыту қорынан дара қорының қолдауымен арнайы ресурстық орталық ашылған болатын. Яғни бүгінгі күнде біздің арнайы инклюзивті сыныптарымыз оқиды. Мектептің арнайы сыртында футбол алаңы бар, 1050 метр квадратты беретін. Мектептің жылу жүйесі автономды. Сондай-ақ оқыту тілі қазақ тілі. 10-11 сыныптарда қоғамдық гуманитарлық бағыт және жаратылыстану бағытын белгілейді. Сонымен бірге мектепте қосымша арнайы шалғайда орналасқандықтан қалада 2018 жылы оқушылар сарайының үлкен қолдауымен Шұғыла коммунити центрі ашылған болатын. Бұл жерде арнайы ағылшын тілі, қытай тілі, сондай-ақ басқа да спорттың түрлері, актерлік шеберлік және де шахмат, сонымен бірге барабан тарту, тағы басқа үйірмелер жұмыс жасайды. Сонымен бірге бұл жерде Батыр боламын атты қазақ күресі спорттық үйірмесі жұмыс жасайды. Бұл Сарыарқа ауданының әкімдігінің қолдауымен орналасқан болатын. Сонымен бірге үлкен біздің негізгі ғимаратта Ұлы дала мұрагерлері атауымен үлкен эксперименттік алаң жұмыс жасайды. Бұл жерде Алаш жолы музейі, субъективті музейі балалардың қосымша білім алуына үлкен үлесін тигізіп келе жатыр. Мектепте негізгі 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін 2023 бала жыл басында қабылданатын болса, қазір 1-ші жарты жылдықта 1035 бала оқып. Негізгі мектепте
екі ғимаратта 81 сынып қалыптасса, соның ішінде сыртында 5 сынып даярлық сыныбы. Гимназия сыныптары 27, теңестіру сыныбы 3, инклюзивті сынып 7, сонымен бірге үйде оқитын оқушыларымыз бар. Біздің ресурсты орталықта арнайы логопед мамандығы, дефектолог, психологтар және дене шынықтыруының арнайы маманы, тьютерлар арнайы балаларды сүйемелдеу мақсатында жұмыс жасайды. Бірінші ауысымда 1094 оқушы оқитын болса, екінші ауысымда 929 оқушы. Яғни таңертеңгі сменде 48 сынып оқитын болса, комплекті түстен кейінгі, яғни екінші ауысымда 33 сынып комплектісі оқиды. Міне осындай мектепте жалпы 94 бейне бақылау бар. Оның 78 бейне бақылау камерасы іші мен сыртына орналастырылса, 16 сергек бейне бақылау камерасы орнатылған. Негізгі ғимаратта 31 бейне бақылау, оның ішінде 10 ғимараттың сыртында болатын болса, 21 ғимараттың ішіне орналасқан. Бастауыш сыныпта 47 бейне бақылау болатын болса, оның 18-і сыртында, 29-і ішінде орналасқан. Бұл біздің мектептің қысқаша бүгінгі күнгі мән жайы. Енді келесі кезекте сіздермен негізгі тақырыпта осындай 2035 оқушыға 1-ші сыныптан 5-ші сыныпқа дейін білім беретін арнайы біздің ұстаздарымыз, педагогтарымыз. Бүгінде осы мектепте жоғарғы біліктілікті, яғни бүгінгі педагог шебер, педагог зерттеуші, педагог сарапшы, педагог модератор арнайы біздің кадрларымыз қызмет атқарады. 129 кадр білім беру жұмысымен айналысады. Ендеше осы мақсатта біздің аттестаттау мәселесі туралы педагогтардың адалдық алаңы аясында осы мектептің бейіндік істер жөніндегі орынбасары Лаура Жолмұхаметқызына сөз беріледі. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі тікелей эфирге қатысушылар. Рахмет, Күнбала Слеовна. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқуды бастауыш негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі қосымша білімнің білім алу бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаны іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы 83-ші бұйрығы негізінде және де 2020 жылдың 11 мамырдағы 192-ші бұйрығы негізінде мектеп мұғалімдерін аттестаттаудан өткізіп келеміз. Енді білесіздер, біздегі біліктілік санаты педагог модератор, яғни педагог сарапшы, педагог зерттеуші, педагог шебер деп бірнеше біліктілік санатына бөлінеді. Сондағы педагог модератор біліктілік санатын алу үшін оған қандай талаптар қойылады, сонымен таныстырып өтейін. Тиісті бейім бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар адамдар, сондай-ақ қайта даярлау курстарынан өткен, кемінде 2 жыл педагогикалық өтілі бар, мынадай кәсіби құзыреттерге сәйкес келетін адамдар, яғни педагог біліктілік санатының жалпы талаптарына сәйкес келетін, сонымен қатар оқытудың инновациялық түрлерін, әдістері мен құралдарын пайдаланатын, білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибе жинақтайтын, білім беру ұйымы деңгейінде олимпиадаларға, курстарға, жарыстарға қатысушылары бар мұғалімдер педагог модератор біліктілік санатына өтініш берулеріне болады. Ал педагог сарапшы біліктілік санатына қандай талаптар қойылады?
Бұнда тиісті бейін бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар адамдар, сондай-ақ қайта даярлау курстарынан өткен, кемінде 3 жыл педагогикалық өтілі бар, мынадай кәсіби құзыреттіліктерге сәйкес келетін, яғни педагог модератор біліктілік санатының жалпы талаптарына сәйкес келіп, сонымен қатар ұйымдастырылған оқу әрекетін, оқу тәрбие процесін талдау дағдыларына ие, білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің кәсіби даму басымдықтарын конструктивті анықтайтын, аудандық қалалық деңгейде тәжірибе жинақтайтын, аудандық қалалық деңгейде олимпиадаларға, конкурстар қатысушылар педагог сарапшы біліктілік санатын ала алады. Ал педагог зерттеуші біліктілік санатына қандай талаптар қойылады? Онда тиісті бейіні бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар адамдар, сондай-ақ қайта даярлау курстарынан өткен, кемінде 4 жыл педагогикалық өтілі бар. Мынадай кәсіби құзыреттіліктерге сәйкес келетін адамдар педагогикалық сарапшы біліктілік санатының жалпы талаптарына сәйкес келетін, сонымен қатар сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын меңгерген, білім алушылардың зерттеу дағдыларын дамытуды қамтамасыз ететін, тәлімгерлікті жүзеге асыратын және де педагогикалық қоғамдастықта аудан, қала деңгейінде даму стратегиясының конструктивті айқындайтын, облыс республикалық маңызы бар қалаларда Астана республика деңгейінде, яғни тәжірибе жинақтайтын, республикалық ведомстволық бағынысты ұйымдар үшін облыстық республикалық маңызды бар қалалар және Астана республикалық деңгейде олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға қатысушыларының бар болған жағдайда жоғарыда аталған көрсеткіштердің барлық талаптарына сәйкес жаңағы оқулықтардың, оқу әдістемелік кешендердің және оқу әдістемелік құралдардың республикалық сараптамасына қатысқан адамдар зерттеуші біліктілік санатына үміткер бола алады. Ал енді біліктілік санатының ең жоғары шегі педагог шебер мұғалімге қандай талаптар қойылады? Тиісті бейіні бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар адамдар, сондай-ақ қайта даярлау курстарынан өткен, кемінде 5 жыл педагогикалық өтілі бар, мынадай кәсіби құзырлерге сәйкес келетін адамдар, яғни ол педагог зерттеуші біліктілік санатының жалпы талаптарын және сіздерге таныстырып өттім. Осы талаптардың барлығына сәйкес келетін, сонымен қатар республикалық оқу әдістемелік кеңесте мақұлдау алған авторлық бағдарламасы бар, немесе уәкілетті орган бекіткен оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендер мен оқу әдістемелік құралдар тізбесіне енгізілген басып шығарылған оқулықтардың, оқу әдістемелік құралдардың авторы тең авторы болып табылатын, ғылыми жобалау дағдыларын дамытуды қамтамасыз ететін, тәлімгерлікті жүзеге асыратын және кәсіби қоғамдастық желісін облыс деңгейінде дамытуды жоспарлайтын, республикалық және халықаралық конкурстар мен олимпиадалардың қатысушысы болып табылатын, немесе білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен республикалық және халықаралық конкурстар мен олимпиадалардың қатысушыларын даярлаған мұғалімдер педагог шебер біліктілік санатына бере алады. Енді осындай әрбір мұғалім өзінің жұмыс нәтижесін осы аталған санаттарға сәйкестендіре келіп, жыл сайын бізде жылына күз-көктем айларында бір жылдың ішінде 2 рет аттестаттау тесті болады. Осы тестте қандай талаптар қойылады, сонымен таныстырып өтейін. Жалпы орта білім беру педагогтары үшін педагогика оқу әдістемесі бойынша 30 тапсырма беріледі. Әркім өзінің дипломына сәйкес оқу пәнінің мазмұнына 70 тапсырма беріледі. Енді жоғарыда аталған әрбір біліктілік санатын бағындыру үшін қанша балл жинау керек? Яғни оқу пәнінің мазмұны бағыты бойынша педагог модератор жаңағы аталған 70 тапсырманың 50%-ына дұрыс жауап беру керек. Педагог сарапшы біліктілік санатына үміткер 60%-ына дұрыс жауап беру керек. Педагог зерттеуші біліктілік санатына үміткер 65%-ына дұрыс жауап беру керек. Педагог шебер біліктілік санатына үміткер 70%-ына жауап беру керек. Сонымен қатар педагогика оқыту әдістемесі бағыты бойынша, жаңа айттым, 30 тапсырма беріледі деп. Сол 30 тапсырманың 30%-ын дұрыс жауап беру керек педагог модератор біліктілік санатына үміткер адам. Педагог сарапшы біліктілік санатына 35% дұрыс жауап беру керек. Педагог зерттеуші біліктілік санатына үміткер 40% дұрыс жауап беру керек. Педагог шебер біліктілік санатына үміткер 45% дұрыс жауап беру керек. Енді осы тестілеуде жалпы уақыт 210 минут уақыт беріледі. Егер де физика, химия, биология, информатика пәндері мұғалімдері тестілеуге кірген болатын болса, олардың артықшылығы оларға 240 минут уақыт беріледі.
Осы педагог өзінің тиісті санатына берген тестілеуінен сәтті өткен жағдайда ол кісілерге сертификат беріледі. Өтті немесе өтпеді деген. Ол сертификатты алғаннан кейін мұғалім тестілеудің екінші этапы, яғни құжаттар портфолиясын ұсыну керек. Құжаттар портфолиясы мектепте қаралады, егер де ол адам педагог модератор санатына берушілерді жергілікті мектеп қарайды. Мектептегі жыл сайын қыркүйек айының 1-не дейін перспективті жоспар жасалып бекітіледі. Яғни осы аталған оқу жылында неше мұғалім аттестаттау, біліктілікті арттыру аттестациясына қатысқалы отыр. Өздерінің тізім жасалады. Ол тізімге мерзімінен бұрын, яғни мерзімді өтетін адамдардың барлығын тізіп бекітеміз. Жыл бойына бұл кісілер өздерінің құжаттарын дайындап, жинақтап, сараптамалық кеңеске беріп, сараптамалық кеңестің нәтижесінде тестілеуге жіберіледі. Енді жаңағы сөзіме қайтадан оралатын болсам, екінші этапта тестті сәтті өткен мұғалімдер екінші этапқа құжаттар жинайды. Яғни аталған құжаттардың барлық көшірмелерін басшының қолымен бекітіп, бір папкаға жинақтап, жеке бас куәлігінің көшірмесін, диплом, еңбек кітапшасын, біліктілік санатын, егер де ол осығанға дейін біліктілік санатын, бірінші санатты, екінші санатты немесе басқа да санатты мұғалім болатын болса, осы біліктілік санатының көшірмесін, біліктілікті арттыру курстарының сертификаттарының көшірмесін, білім алушылардың жетістіктері, яғни оқушылардың түрлі конкурстар мен сайыстарға қатысқандағы жеңімпаздарының берілген диплом, грамота, сертификат берілген болса, педагогтың кәсіби шеберліктері, яғни өзінің түрлі сайыстарға қатысып алған диплом, грамоталары бар болатын болса, педагогикалық тәжірибе тарату материалдары, авторлық жаңағындай түрлі өзінің тәжірибесін таратқан туралы материалдары бар болатын болса, осының барлығын жинақтап, және де оқу сапасы, мұғалімнің сабақты өзінің сабағына қатысқан сабақты бағалау парағы болады ғой, сол парақтың барлығының көшірмесін директордың қолымен бекітіп, көшірмесін растатып, портфолиоға салады, құжаттар портфолиясына. Оны салғаннан кейін қазіргі күні халыққа қызмет көрсету орталығына апарып, мемлекеттік қызмет бұл да деп саналады, мемлекеттік қызмет көрсету жүргізіледі. Халыққа қызмет көрсету орталығында сол жерге апарып тапсырады. Яғни модератор, педагог модераторларды мектепке келеді, ал сарапшы, зерттеуші, шебер санатқа берген мұғалімдердікі білім басқармасының аттестаттау комиссиясына жөнелтіледі. Енді осы портфолиоға қандай бағалау өлшем шарттары, қандай өлшем шарттар қойылады, сонымен таныстырып өтейін. Жаңағы аталған құжаттарды, яғни білім алушылардың білім сапасы педагог модераторлар үшін 3% өсу динамикасы болу керек. Ал педагог сарапшылар үшін 7% өсу динамикасы болу керек. Педагог зерттеушілер үшін 10%, педагог шеберлер үшін 15% білім сапасының өсу динамикасы болуы шарт. Екінші, оқыту сапасы. Яғни білім беру педагог модератор, білім беру ұйымдар өкілдерінің ұсынымдары бар, сабақты 2-ден кем емес сабақты бақылау парағын ұсыну керек. Ал педагог сарапшылар, әдістемелік кабинеттер, орталықтар, аудан, қала өкілдерінің ұсынымдары бар, сабақтарды 2-ден кем емес бақылау парақтарын ұсыну керек, сабақтардың бақылау парағын. Ал педагог зерттеуші, әдістемелік кабинеттер, облыстық, республикалық маңызы бар қалаларда және Астананың өкілдерінің ұсынымдары бар сабақтардың 3-ден кем емес түрін ұсыну керек. Яғни бұл жерде зерттеуші шеберлерге міндетті түрде 3 сабақтан кем емес, және де міндетті түрде тренерлар мен біздің білім басқармасының әдіскерлерінің ғылыми атақ дәрежесі бар адамдардың сабақтарына бағалау жасағаны міндеттеледі. Енді келесі білім алушылардың жетістіктерін педагог модераторлар үшін ол білім беру ұйымының деңгейінде, яғни мектепшілік деңгейде білім алушылардың жетістіктері болу керек. Ал педагог сарапшылар үшін аудан, қала деңгейінде болу керек. Педагог зерттеушілер үшін облыс пен республика және маңызды бар қалалар және Астананың деңгейінде болу керек оқушылардың жетістігі. Ал педагог шеберлер үшін міндетті түрде республикалық, халықаралық деңгейдегі оқушылардың жетістігі жаңағы міндеттеледі. Ал педагогикалық тәжірибені
тарату педагог модераторлар үшін білім беру ұйымдарының мектепшілік деңгейде болғаны шарт. Ал педагог сарапшылар үшін аудан қала деңгейінде болуы шарт. Ал педагог зерттеушілер үшін облыс, республика және де маңызды қалалар және астананың деңгейінде ол кісілердің өздерінің тәжірибесінің таратылуы шарт. Ал педагог шеберлер үшін әрине ол республика деңгейінде өзінің авторлық идеясын іске асыру жұмыстарын көрсету қажет. Педагогтердің кәсіби жетістіктері, яғни ол оқушыларды түрлі конкурстар мен олимпиадаларға қатысқандағы түрлі берілген құжаттарын салу, осы портфолионың бағалау өлшемшарттары болып табылады. Енді өзіміздің мектептегі жүріп жатқан аттестаттау туралы тоқталатын болсам, біздің жаңа Күнбала Сүлеймен айтып кетті, біздің мектепте 129 мұғалім білім береді. Енді 3 жылдық осы жаңа форматтағы аттестаттау бойынша 3 жылға тоқталатын болсақ, 2018-2019 жылы біздің мектепте 104 мұғалім жұмыс жасады. Сол уақытта жаңа форматтан өтуге педагог зерттеуші санатына 13 мұғалім, педагог сарапшы санатына 8 мұғалім, педагог модератор санатына 7 мұғалім үміткер болып, 2018-19 оқу жылында барлығы 28 мұғалім жаңа форматтаудан өтті. 2019-20 жылы 114 мұғалім болды. Соның ішінде 2 мұғалім педагог шебер, 21 мұғалім педагог зерттеуші, 10 мұғалім педагог сарапшы, 7 мұғалім педагог модератор санатына иеленіп, барлығы 40 мұғалім жаңа форматтағы аттестаттаудан өтті. Енді 20-21 жылдары, биылғы жылы бізде 129 мұғалім білім береді деп айтып өттім. Соның ішінде педагог шебер 2 мұғалім, педагог зерттеуші 12 мұғалім, педагог сарапшы 4 мұғалім, педагог модератор 12 мұғалім жаңағы санатқа ие болды. Жалпы мектептегі мұғалімдердің сапа көрсеткіші 62%-ды құрайды бүгінгі күні. Жалпы мектепте біздің жоғары білімді мұғалім 116, арнаулы орта білімді мұғалім 13. Осы 129 мұғалімнің ішінде 15 мұғалім магистрант. Енді ескі форматтағы аттестаттау, яғни жоғары бірінші, екінші санатты аттестаттау әлі бүгінге жалғасын тауып келеді. Ондай мұғалімдер де біздің мектепте бар. Жоғары санатты 7 мұғалім, бірінші санатты 1 мұғалім, екінші санатты 4 мұғалім бар. Жалпы мектепте 4 шебер, 46 зерттеуші, 22 сарапшы, 26 модератор, педагог модераторлар жұмыс атқарады. Жалпылама алған кезде біздің мектептегі 98 мұғаліміміз бүгінгі күні жаңа форматтағы аттестаттаудан өткен екен. Ол дегеніміз 129 мұғалімнің 76%-ын құрап отыр. Биылғы оқу жылында 20 жылы біліктілік тестілеуден шекті баллды ала алмаған мұғалімдер де бар. Ол зерттеуші 3 мұғалім, сарапшы 1 мұғалім, педагог модератор 2 мұғалім. Ал 21 жылға тестілеуге өтініш білдіріп отырған мұғалімдер педагог шебер 1, педагог зерттеуші 8, педагог сарапшы 3, педагог модератор 8. Міне біздің мектептегі жалпы аттестаттау деңгейіміз осындай. Сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Мына жерде келіп жатқан сұрақтар болса. Әріптестерім аттестация бойынша толық ақпарат беріп жатырсыз, рахмет дейді. Аттестация естілмей қалды дейді, енді ол техникалық жағдай шығар. Қажетті ақпараттарды алып отырмыз дейді. Қайырлы күн, жас маман, мен биыл университетті бітіріп келдім. Аттестациядан қалай және қашан өте аламын? Сол туралы ақпарат берсеңіз дейді. Жанарбек Нұржан. Жақсы. Жас мамандар туралы 83-ші және де 192-ші бұйрықтың негізінде жас мамандар биылғы жылы бітірген жас мамандар, оларға мынандай бұйрықта
жеңілдік берілген, яғни біліктілік тестінен босату. 1 жыл мектепте жұмыс жасағаннан кейін, 2-ші жылы сіздер өздеріңіздің педагог модератор санатына өздеріңіздің құжаттарыңызды, портфолиоларыңызды ұсыну арқылы жаңағы аталған портфолиолар бағалау өлшем шарттарының негізінде барлық құжаттарыңызды жинап аттестаттау комиссиясына ұсынасыздар. Яғни халыққа қызмет көрсету орталығына жаңағы талапқа сай қылып бүкіл құжаттарды жинақтап тапсырасыздар. Бізде мектепте аттестациялық комиссия тамыз айында педагогикалық кеңеспен бекітіледі. Сол комиссия сіздерді жылына 2 рет отырыс жасай отырып, сараптамалық кеңестен өткізе отырып, аттестациядан өткізеді. Сіздерге берілетін бір ерекшелік, ол сіздердің жаңағындай 1-ші этапы, яғни тестілеуден өтпейсіздер, тек қана құжаттар портфолиясын жинақтап тапсыру арқылы. Оған да міндетті түрде өлшем шарттарға сіздердің жұмыстарыңыз сәйкес келуі керек. Екінші сұрақ. Мен биыл 2020 жылдың қыркүйегінде жұмысқа орналастым. Қашан аттестациядан өтуге болады, дейді Ақмарал Ахметова. Сіздер бұрын еңбек өтілі бар, басқа мекемеде үздіксіз жұмыс жасап, биылғы оқу жылында осы біздің мектепке келіп орналасқан болсаңыз, немесе басқа да бір мектепке орналасқан болатын болсаңыз, 6 ай жұмыс жасап, жаңа келген орынға 6 ай жұмыс жасап барып, алдыңғы бүкіл жетістіктеріңізді негізге ала отырып, құжаттар портфолиясымен, егерде жас маман болмасаңыз, біліктілік тестілеуге дайындалып, шекті балды жинаған кезде сертификатыңызды негізге ала отырып, құжаттар портфолиясын жинап, халыққа қызмет көрсету орталығына портфолияңызды тапсырасыз. Одан кейін аттестациялық комиссия сіздерге тиесілі шешімін шығарып, бұйрық ұсынады, осылай аттестациядан өтесіз. Бірақ міндетті түрде өздеріңіздің жетістіктеріңізді жаңағы әрбір аталған педагог, модератор, сарапшы, зерттеуші, шебер деген талаптарға сәйкестендіріп, жаңағы портфолияның өлшем шарттарын негізге ала отырып беріңіздер. Өйткені ертең оның барлығы жаңағы өлшем шарттармен есептелетін ескерулеріңіз қажет. Егер де сіздің бір ғана жетістігіңіз бар, мысалы оқушыңыздың жетістігі республика деңгейінде болатын болса, өзіңіздің жеке мұғалімнің кәсіби деңгейін жетілдіретін ешқандай да курсқа бармасаңыз, ешқандай да авторлық жазбасаңыз, сіз әрине зерттеушіге бере алмайсыз, немесе шеберге бере алмайсыз. Міндетті түрде аталған 5 критерий ма, 5 критерийге сәйкес жұмыстарыңыз болу шарт. Рахмет, түсінікті дейді, сіздерге де рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса? Тағы да бір ескеретін жағдай, биылғы жылы мысалы педагог зерттеушіге берді аттестацияға, бүкіл жетістігі жетіп тұр. Бірақ тестті тапсырған кезде, тестілеу орталығына барған кезде, ол шекті балды жинай алмаса, зерттеушінің балын, оның балы егерде сарапшыға жетіп тұратын болса, сарапшыға, педагог сарапшы санатына беруге құқысы бар. Яғни оның шекті балын жоғарылатуға болмайды, тек қана төменгі деңгейге беруге мұғалімге жаңағыдай осындай мүмкіндік беріліп отыр. Ондай мүмкіндік біздің мектепте де болды. Бір мұғалімде мысалы зерттеушіге берді, балын зерттеушіге 1 балы жетпей қалды, сарапшыға балы жетіп тұрды да, ол кісі өзінің портфолиясын жинақтап өтінішін сарапшыға берді. Ол кісі сарапшыдан өтіп, сәтті аттестациядан өтті бүгінгі күні. Қайырлы күн, ұстаздар үшін өте қажетті ақпарат, істеріңізге сәттілік тілеймін, дейді Жанат Тілеуберген. Рахмет, сіздерге де сәлеметсіздер, рахмет, түсінікті, дейді Қуангүл. Рахмет, басқа сұрақтарыңыз болмаса, Бекмұрат, мен сөзімді аяқтадым. Жақсы, рахмет, баршаларыңызға осылай белсенді қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Келесі анти-ко лайф жобасында жүздескенше, енді біз міндетті түрде
айына бір рет осындай шара өткізіп тұратын боламыз. Барлығымыз белсенді қатысып, осындай сұрақтарыңыз қойғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.